армысыздар, сіздермен бірге менбіз ғой. Бұл видеода біз әдебиет, қазақ әдебиеті 490 жылы жазамыз. Бөлім балалар мен үлкендер тақырыбындағы бөлім. Қуат шығарма Қасым Қайсенов, жау тылындағы бала хикаят және Сара Асқаев тамшы қара хикаят. Бұл 490 жазасы. Кеттік. Бірінші тапсырма көрсеттік. Жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы бір сәтін өз көзқарасыңызбен дамытып жазыңыз. Серік пен Бористің бойынан қандай қасиеттер байқалды? Өздеріңіз білетіндей, оқығанда Серік пен Бористің бойынан қандай қасиеттер байқалды? Екеуі адал, бір-біріне дос болды, қайсар болды. Қызыл армияға екеуі де үлестерін қосады. Оны жасап кеттік. Қандай қасиеттер байқалды дейді. Жазайық. Алғашқыда Серік пен Бористің арасында достық қасиеттері пайда болды. Серік анасынан айырылғанға қарамастан осы жеңіске қол жеткізуге Борис екеуі үлесін қосты. Осыдан байқауға болады. Болды, осылай жазасыздар. Алғашқыда Серік пен Бористің арасында достық қасиеттері пайда болды. Серік анасынан айырылғанға қарамастан жеңіске қол жеткізуге Борис екеуі үлесін қосты. Осыдан қайсарлықты байқауға болады. Тамшы қара шығармасындағы ауыл тұрмысы балалар бейнесі бойынша төмендегі сұраққа жауап беріңіз. Шығармадағы адамгершілік, шыншылдық, қайырымдылық, достық сияқты қасиеттер қалай көрінеді дейді. Оны былай жазса. Енді жаңа көбі қойып жазамыз. Ең бір алғашқыда адамгершілік. Адамгершілік қалай байқалады? Бористің анасы Серікті өзімен алып кетеді. Өйткені әнші самолеттар атып атады. Сол кезде өзімен алып кетеді, қаза таппасын. Шыншылдық дейді. Шыншылдық.
шыншылдық қалай пайда болады? Шыншылдық ол жерде Борис екеуі бірге жүреді, ешқайсысына өтірік айтпайды, командирлерін тағы қандай қайырымдылық дейді. Қайырымдылық жаңағы Бористің анасы Серікке көмектесу жайлы. Достық дейді, достық. Достық қалай пайда болады? Достық бізде айтып тұрғанымыздай Борис пен Серіктің арасындағы достықты айтуға болады екенін екеуі қосыла жұмыс жасап достығын ол бұл бізде 490 әдебиет бұрығы өлім балалар мен өлімдер ұста жауабы. Қарағаныңыз үшін рахмет, сау болыңыз.